Ассалаумағалейкум. Бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода жұқа немесе қалың материалдар тіккен кезде машинаға қалай регулировка жасау керек, сол туралы айтамын. Енді алдарыңызда екі түрлі машинаға арналған пайдалы екі құрылғы. Енді осы екі құрылғының қайсысын таңдау керек, сол туралы сіздерге айтқым келеді. Мысалы, екі материалды бір-бірімен тігетін болсақ, шетінен алған кезде 1 сантиметр не болмаса 0,7 мм алатын болсақ, жаңадан бастап жүргендер болса, сызғышпен сызып алып, сол сызық арқылы тігетін болады. Енді олай сызып отырмас үшін осындай арнайы астарында магниттері бар құрылғыларды пайдалануға болады. Мысалға, магнитімізді жабыстырып қойып, қандай арақашықтық керек, соған байланысты материалымызды тіреп отырып тігуімізге болады. Бірақ бұл жерде минустары бар, яғни материалды осылай итеріп отырған кезде материалымыз жоғары қарай көтеріліп кетеді. Сондықтан құрылғымыздың екінші жағында осындай ойығы бар, яғни материалымыз көтеріліп кетпес үшін. Бірақ бұл құрылғыда аса пайдасын тигізе қоймайды, себебі материалымыз жұқа, ал енді мына жердегі ойығымыз кішкене көптеу. Яғни бұл жерге қалың материал болса ғана бұл жерден көтерілмейтін болады. Ал енді жұқа материалды тіккен кезде бәрібірде шеті жиырылып көтеріліп кетуі мүмкін, сәл болса да, өйткені мына жердегі ойығымыз биігірек мына материалға қарағанда. Сондықтан бұндай магнитті алуға кеңес бермес едім. Оның орнына осындай магнит алуға кеңес беремін. Себебі бұл жерде магнитіміздің регулировкасы бар, яғни материалымызды осылай астынан кіргізіп, қандай қалыңдық болса да, мына жерде болтты бұрасақ, жаңағыдай теміріміз көтеріледі. Яғни қалың материал болса, регулировка жасау болады. Жұқа болса, керісінше осылай бұрап, жаңағыдай материалды басып тұратын болады, яғни көтеріліп кетпейді. Осы арқылы біз материалымызды итеріп отырып тіккенімізге ыңғайлы болады. Енді бұл магнит жаңағыдай мына жерге жабыстырып қоятын болсақ, жаңағыдай машинкамызды сырып тастауы мүмкін. Сондықтан өзінің осындай двухсторонний скотчпен арналған қаңылтыры бар. Жаңағыдай қаңылтырымызды жабыстырып қойып, содан кейін осының үстіне магнитімізді жабыстырып, жаңағыдай тігетін боламыз. Бірақ енді үнемі мына жерде магнит қаңылтыр жабыстырып тұрған кішкене ыңғайсыздау болады. Сондықтан осындай астына қағаз салып, осындай магнитімізді жабыстырып қоюға болады қағаз арқылы, яғни сырмас үшін. Енді осындай магнит алсақ, өзінің комплектісінде осындай 10 прищепкасы бар. Енді қазір сіздерге машинканы қалай настройка жасау керек, сол туралы айтқым келеді. Жұқа материалды тіккен кезде мінекей машинканың арт жағында осындай болты бар. Осы болтты босатып, мына болтты егерде төмен тұратын болса, онда жұқа материалға арналған. Егерде мына болтты босатып жоғары қарай көтеретін болсақ, ол қалың материалға тігуге арналған. Яғни болтымыз осылай төмен тұрған кезінде мына лапкамыз өте биік көтерілмейді. Біраз ғана көтеріледі. Қазір сіздерге тігіп көрсетейін. Мінекей қазір жанынан қарай лапкамыз аса биік көтерілмейді. Енді қазір мына болтты босатып жоғары қарай көтеретін боламын. Мінекей болтты көтеріп қойдым, өзінің осындай арнайы кілтімен. Енді қазір тігіп көретін боламыз. Мінекей қарасақ, енді өте биік көтеріліп тұр. Яғни бұлай биік көтерілу тек қана қалың материалдарға арналған, қожаларға не болмаса басқа да материалдарға. Сондықтан жұқа материал тіккен кезде міндетті түрде жаңағы болтымызды төмен түсіру керекпіз. Сол кезде лапкамыз көп көтерілмейді. Көп көтерілмегендіктен мына материалымызды бір-бірінен осып кетпейтін болады. Мінекей қазір байқасаңыздар, жиырылып тұрған сияқты уже. Сондықтан жұқа материал тіккен кезде осындай машинкамен міндетті түрде жаңағы болтты төмен түсіреміз. Қалың материал тіккен кезде сол болтты көтереміз. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.